саяхаттап әлемге барып келем әр елге. Біз жігерге ерейік, әлемді шарлап келейік. Мяу, сапар шегем алысқа. Сен де бізден қалыспа. Жігер, картаны алдың ба? Әрине, компасты ұмытпаған шығарсың. Компасты қайтесің? Біз көңілді саяхатқа шығуды жоспарлап жүрміз. Жаңалықтарды ашып, пайдалы іспен айналысқымыз келеді. Ол үшін міндетті түрде саяхатқа шығу керек пе? Әрине, кез келген саяхат ой өрісіңді дамытып, керемет әсер қалдырады. Мяу, қандай күшті! Саяхатқа тезірек барайықшы. Барамыз, асықпа, ағылпа. Теледидардан көре салсақ болмай ма? Жоқ, теледидардан көріп, кітаптан оқығанша көзбен көрген керемет емес пе? Дұрыс айтасың, Жібек. Мұхит теңіз көлдермен, құмды дала шөлдермен, асып асқар таулардан саяхаттап мен келем. Жер домалақ шар екен, ойлы қырлы дал екен, алты құрлық санадым, төрт мұхиты бар екен. Ыстық жаққа аттандық, аң мен құстан сақ болдық, мұхиттарда жүздік тек, мұздықтарға тап болдық. Ну орманы бұлағы, тамсандырып тұрады, бұл көңілді саяхат бізге қатты ұнады. Мұхит теңіз көлдермен, құмды дала шөлдермен, асып асқар таулардан саяхаттап мен келем. Жер домалақ шар екен, ойлы қырлы дал екен, алты құрлық санадым, төрт мұхиты бар екен. Ыстық жаққа аттандық, аң мен құстан сақ болдық, мұхиттарда жүздік тек, мұздықтарға тап болдық. Ну орманы бұлағы, тамсандырып тұрады, бұл көңілді саяхат бізге қатты ұнады. Достар, саяхатқа қашан шығамыз? Саяхатқа кез келген уақытта шығуға болады. Демалыс күні орманға, өзен көлдерге, мұражайға баруға болады. Ал 2-3 күнде теңізге барған тіпті қызық. Иә, саяхат ой өрісіміз бен білімімізді арттырады. Тарихи орындар мен ескерткіштерді, көрікті жерлерді аралаған пайдалы. Жігер, басқа елге саяхат жасаған қызық па? Әрине, әр елдің өз ерекшелігі, салт дәстүрі бар. Мяу, тіпті киім үлгісі мен сөйлеу мәнері де ерекше. Саяхатқа шыққан адам әлемнің шексіз екенін түсінеді.